Баршаңызға қайырлы күн, құрметті 6 сынып оқушылары. Арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақта 6 сыныпқа арналған ТЖБ тапсырмаларын орындайтын боламыз, яғни ТЖБ жұмыстары. Ең алдымен біз листинг бөлімінен бастаймыз. Оқушылар міндетті түрде арнаға тіркеліп, пікір бөліміне қандай алдағы уақытта видео күтесіздер жаза кетіңіздер, мені қолдап кетіңіздер. Листинг бөлімінен бастаймыз. Листинг бөлімі task listen to the talk with Ben and Katie twice. Сіздер бұл жерде диалог тыңдайсыздар, және бұл диалогта Кэти мен Бен сөйлеседі. Choose the correct option to complete the sentences. Яғни бұл жерде сіздер сөйлемдерді толықтыру керексіздер, дұрыс варианттарды таңдап. Біріншісі, Ben studies but does not do well. C варианты. Екіншісі, Ben usually studies at home. B варианты. Үшіншісі, on Ben's desk there are papers, books and pens. A варианты. C, B, A. Және қалған тапсырмаларда біздер түсіп қалған сөздерді жазу керекпіз. Fill in the gaps with one word only. Katie have lots of breaks. I always study for 30 minutes, then I have a break for 5 minutes. Яғни бұл жерде study деген сөз түсіп қалған, иә? Бесіншісі, Ben, I never have a break. I sometimes study for 2 or 3 hours. Жалпы балл бізде 5 баллдық тапсырма. Листинг бөліміне 5 балл беріледі. Алғашқы 3 тапсырма бізде осындай варианттарды таңдайсыздар, ал қалған 4-5-те сіздер жазасыздар түсіп қалған сөздерді. Осымен бізде листинг бөлімінде тапсырмалар аяқталады. Ал енді келесі тапсырмаға көшеміз. Ол reading бөлімінің тапсырмалары. Reading. Task. Read the article about London police. Бұл жерде сіздер Лондондағы полиция туралы оқисыздар. The history of the London police. Яғни Лондондағы полицияның тарихы туралы оқисыздар. Мәтін өте қысқа, өте оңай, өте жеңіл деп ойлаймын. Өздеріңіз оқып аласыздар деген ойдамын. Міндетті түрде оқушылар сіздер көшірген жағдайдың өзінде мәтінді толықтай оқып алыңыздар, сіздерге түсінікті болу үшін. Бұл мәтінді міндетті түрде оқисыздар және тапсырмаларға жауап береміз. Бұл тапсырмаларда сұрақтарға жауап беру керекпіз. Бірінші сұрақ: Answer the questions. Why did people stay in their homes as much as possible? Яғни бұл сұрақтың жауабын сіздер мәтіннен таба аласыздар және мен де дайын жауапты жазып қойдым. Сарымен белгілеп, There were many thieves. Екінші сұрақ: How did both street runners get their name? Дұрыс жауабы because they worked near both street. Ал ендігі келесі тапсырма бізде true false тапсырмалары. True немесе false екендігін жазасыздар. Choose true or false. Үшіншісі, in 1800 there were not enough policemen in London. It's false. Төртіншісі, all of the first 300 London police force rode horses. It's false. Бұл жалған. Жалған болса сіздер false таңдайсыздар, иә? Білесіздер. Бесіншісі, today police officers who work in the horses are paid more than their colleagues. It's true. Бұл дұрыс жауап. Мінеки оқушылар, бұл бізде reading бөлімінің толықтай сұрақтарына, толықтай тапсырмалардың жауаптары. Reading бөліміне де 5 балл беріледі. Осымен бізде reading бөлімі аяқталады. Міне reading бөлімінің мәтіні және соған байланысты тапсырмалары. Келесі тапсырма бізде writing тапсырмасы. Writing тапсырмасында сіздерге 2 тақырып беріледі. Choose one of the topics below. Яғни 2 тақырыптың біреуін таңдайсыздар. Бірінші тақырып Our class. Think about your favorite class. Give some information about the subject and classmates. Сіздің сыныптастарыңыз және сыныбыңыз туралы айтасыз, міндетті түрде. Сонымен қатар сабақ оқитын пәндер, әртүрлі математика, химия секілді әртүрлі пәндерді мысалға ала отырып жазасыздар өздеріңіздің сыныптарыңыз туралы. Міндетті түрде мына сұрақтарға жауап бересіздер. What is your favorite subject and why? Сенің сүйікті оқитын сабағың қандай және неліктен? What does a person do to be good at school? Және do you enjoy spending time with your classmates and why? What clubs or
sport activities do you like most at your school and why? Сұрақтарға міндетті түрде жауап бересіздер. Бірінші тақырып қысқаша айта кеткенде сыныптастарыңыз сыныбыңыз туралы. Ал екінші тақырып helping and heroes. Think about heroes of modern life. Give some information about any hero. Яғни сіздер дәл қазіргі уақыттағы біздің батырларымыз туралы жазу керексіздер, иә. Қазіргі таңдағы, дәл қазіргі таңдағы мысалы біздің қандай мысалы елге, иә, батыр дегенде бүйтіп соғысқа шыққан батыр емес. Батыр деген дәл қазіргі уақытта еліне көмегі тиіп жүрген адамдар, я еліне үлкен бір еңбегі тиген адамдар туралы жазу керексіздер. Және осы сұрақтарды қамти отырып қысқаша шағын мәтін жазасыздар. Мен бірінші тақырып таңдадым. Бірінші тақырып сыныптастарым туралы. Сұрақтарға жауап беріп қысқаша мәтін құрастырдым. My favorite subject is English because the language is most popular in the world. I think the man must to do his homework and listen to the teacher on lessons to be good at school. I enjoy spending time with my classmates because they are very funny. I think all sports are very important for people. I go to football because this is very interesting sport. Бұл бізде writing бөлімінің тапсырмасының жауабы. Келесі тапсырма спикинг бөліміне көшейік. Спикинг бөлімінде әдеттегідей карточкалар беріледі. Мінекей сізге барлық карточкаларды көрсетейін. Спикинг. Карточкалар әртүрлі тақырыпта. Алғашқы 3 тақырып сіздерде our class туралы, яғни алғашқы 4 тақырып сіздердің сыныптастарыңыз туралы, жалпы сыныбыңыз туралы. Ал қалған 5, 6, 7, 8 helping and heroes, яғни батырлар мен көмектесу дәл қазіргі уақыттағы жаңа айта кеткендей халықтың батыры туралы. Ал ендеше оқушылар, карточкаларға жауап берейік. Мен 6-шы карточканы таңдадым. 6-шы карточкаға жауап беремін. Бірінші сұрақ: Do you usually help other people? Yes, I usually try to help other people. I like helping people because it makes me feel good. I feel happy that I could help someone when they needed it the most. What do you usually do to help other people? I usually help other people by donating money or my time. For example, if I have extra money, I donate it to charities such as Comic. Additionally, I help my elder neighbors to carry their heavy groceries or bags. How often do you help other people? I don't keep count as to how many times I helped someone. I try to help people whenever I can, even if it is in a small way. Who do you usually help? I usually help people around me, such as neighbors, family, and friends in various ways. For example, when my mother is cooking, I often assist her by chopping ingredients. In addition, I support my friends in studying difficult subjects. Why do you think you should help other people? I think it's important to help others whenever we can because it makes the world a better place and it feels good. Бұл бізде 6-шы карточканың жауабы. Сіздер басқа карточкаларға өздеріңіз дайындалып жауап берсеңіздер болады. Осымен оқушылар, ТЖБ тапсырмалары аяқталды. Сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Бірінші бөлім listening бөлімі 5 балдық тапсырма. Reading бөлімі де 5 балдық тапсырма. Writing бөлімі 5 балдық тапсырма. Сіздерге түсінікті деген ойдамын. Мен барынша сіздерге түсінікті етіп жазып тырыстым. Мінекей. Мына жерде мен 6-шы карточкаға жауап бердім. Ал енді спикинг бөліміне 6 балл беріледі. Сондықтан өте мұқият болыңыздар. Мінекей, бұл бізде спикингтің жауабы. Жалпы балл 22 балл. Баршаларыңызға 22-ден 22 алуды тілеймін. Міндетті түрде арнаға тіркеліп, өз достарыңызбен бөлісуді ұмытып кетпеңіздер. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар. Сіздермен бірге болған Инготуб арнасы.